Күшті. Education. Study. Learn. Study. Read. Ұстау керек па? Хорс. Аймұрат әділ. Я. Қытай. Ағайсың қатты ауыз. Екеуміз де скучно екенбіз. Бәріне сәлем. Сіздермен бірге 140 онлайн Қазақстан тарихы пәнінің мұғалімі Саян ағай. Сәлем құрметті жас түлек. Сіздермен бірге 140 онлайн білім беру орталығының құқық негіздері пәні мұғалімі Әділет ағай. Дайынсыздар ма? Иә. Бірінші сөз тарих. History. Yes. Кеттік. Келесі оқу. Education. Study. Learn. Study. Read. Learn. Алу керек саған. Алу керексің. Болды, read. Жаңа Әділет ағай болды. Кеттік. Келесі сұрақ кітапхана. Library. Ма? Кітапхана. Yeah. Library. Library емес пе? Library. Library ма? Келесі 140. 140. 140. 140. Еттегі соңғы шешуші сұрақ. Соғыс. War. Күшті. Көрші кезең жеңімпазы. Саян ағай. Екі. Ди Каприо. Зрение нормально ма екен? Нормально. Келесі адам. Джеки Чан. Келесі адам. Жұлдыз Айқай. Так, келесі бізде... Ажар Апай. Так, бастапқы бір, содан кейін Жай апай айтыңыз, Ажар апай айтыңыз, и соңғы шешуші бізде болады. Уилл Смит. Тағы да іштегі, және бізде бірінші, ең бірінші қайқаста 6-4 есебімен Саян ағай жеңді. Құрметті түлектер, сонымен бізде бүгінгі ойынымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған тарихтың картамен ағайы Саян ағай, және де құқық негіздер ағайларыңыз Әділет ағай. Сау болыңыздар. Сіз таныстыңыз апай. Сәлем жас түлек, бұнан сай бот апай. Видео сақтағыдай. Сәлем бәріне, мен есім Айбот апай, мен биология пәнінің мұғалім боламын. Бәріңе сәлем, мен 140 онлайнда қазақ әдебиет пәнінің мұғалімі Тоғжан апаймын. Алғашқы тур және алғашқы сөз бізде жылқы. Ұстау керек па? Хорс. Дұрыс па? Келесі бізде білім, немесе образование. Education. Келесі бізде тікелей биологияға қатысты сөз, жүрек. Heart. Үлгермейді. Келесі бізде өте оңай сөз, ол күлгін немесе фиолетовый. Purple. Yes. 2-2 және соңғы решающий сөз бізде ата-ана. Parents. Yes. Іште екі. Келесі мен сіздерге селебритиларды көрсететін боламын. Сіздер оның кім екенін табу керек боласыздар. Зрение нормально ма? Мен жаңа нашар. Екеуміз де нашар. Көздеріңізді жұмып тұрыңыздар, мен алдыға қоямын. Жүріңіздер. Қараймыз. Қарай апай. Қайрат Нұртас. Бұлай, ұстамай-ақ айта берсе бол ма? Сіз аласыздар. Сіз айттыңыз ғой. Кім? Апай айтты. Иә, Қайрат Нұртас. Кеттік. Келесі адам өте популярны, көздеріңізді жұмып қойыңыздар. Аш деген кезде. Аша берейікші. Weekend. Көз жұмамыз. Аша берейік. Аша берейік. Анджелина Джоли. Бірдей Бірдей болды. Көз жұмамыз. 1, 2, 3. Кім? Том Холланд па? Том Холланд. Иә. Болды. Қожа. Менің атым Қожа. Бұл кейіпкері бар. Білемін кейіпкерін. Қожа екенін білемін тек. Негізі қожа болған. Қожа бола бере ма? Актер оқыған. Все. Көз жұмамыз. Аймұрат әділ. Иә. Решающий. Көзімізді ашып отыра берейік тогда. Аша берейік. Гарри Поттер. Соңғы принцип болды. Соңғы, точно соңғы.
какой-то бір корейский актер деп бір Найчуан. тауэр деп айттық па Мынаны ұстай онда біреу десе. Бізден болады. ладно достар енді все деп па Гера апай. тоже бірде айттық па Қиын ғой, өте қиын ғой. Бәрібір көресіздер. иә конечно давайте Давай, давай. Аттар есімде болмауы мүмкін. кім еді ли минхо иә соны ұмытып тұрмын ғой соңғы енді деп па ли минхо все мен тауып қойдым Көз жұмайық па? Көз жұмайық. давай аш деген кезде аш Көз иә жұмайық. Көз жұмайық. Спанч Боб. спанч боб иә тоже напой Осы жолы, осы қадамде Что сейчас? что екеуміз де скучно екенбіз Құрметті Жүз English көрермендері, біздің батыл осымен аяқталды. Сіздермен бірге болған биология пәнінің мұғалімі Айбот апай. және де әдебиет пәнінің мұғалімі тоғжан апай сау болыңыздар бай Бәріне тағы да жалынды сәлем. Бүгін бізде финал. Қазір біз Тоғжан апаймен бірге сайысатын боламыз. Бізде бүгін финалда астаналар жарысы болады. 10 сұрақтан тұрады. Кеттік па? Ұстаймыз, иә? Иә, алу керек, жауап беру. Алу керек, жауап беру керек. Так, бізде алғашқы. Оп, Қытай. Ағай қатты ауыз. Былай тұрыңыз. Пекин. Келесі сұрақ. Италия. Рим. Давай, келесі береміз. Келесі бізде Индия. Нью-Дели. Келесі Германия. Берлин. Финляндия. Хельсинки. Иран. Тегеран. Канада. Оттава. Жапония. Токио. Париж. Франция. И соңғысы Испания. Мадрид. Қашенді кешіріңдер деп па? Енді картамен деп айтып жүргеннен кейін ұтылып қалсам бір жағынан ет бар. Картамен деп өзімше шығып жүрмін ғой. Иә, жарай сай құттықтаймын. Апай бірақ күшті біледі екен. Алай да күшті. Сіз осы шетелге көп шығасыз. Иә. Сол туралы бір экспириенстарыңыз жайлы айтып кетсеңіз, я ағылшын тілі керек болды ма? Сол туралы біздің көрермендерге бір жаңалықтарыңызды берсеңіз. Осы жерде айтып өтейін, Жүз English'тің жалпы оқушыларына негізі мен осы кезге дейін әлемнің 11 еліне саяхаттадым. Оның ішінде бір 15-16 қалалар бар. Әрине, шетелге шыққан кезде сіз тіл білу керексіз. Тіл білмесеңіз өте қиынға түседі. Айтады ғой, бір тіл білген бір адам дейді. Кез келген жерге жету үшін де, жалпы бір тамақ сұрап жей алу үшін де негізі ағылшын тілі керек болады. Сондықтан да андай базовый білім болу керек. Және барлығыңызға кеңес берем. Сол мысалға зарплаталарыңызда, болмаса стипендияларыңыздан шағын бір ақшаны жиып жүріңіздер да, бір 10%, 30% жылына бір елге саяхаттауға кеңес берем. Ол сіздердің кругозорларыңызды кеңейтеді, сіздің ортаңыздың үлкен болуына көмектеседі.